Жанар апайға арналған алғыспен. Жарық сөніп, сахнада тыныштық орнады. Алдымда отырған қыздардың жүзінен өзімнің балалық шақтағы үнсіз бейнемді көрдім. Көздері қорыққан, жанарлары жарық іздеп шаршаған. Мен бір сәтке демімді ішіме тарттым. Себебі бұл менің ең терең шындығымды айтатын сәт еді. Менің атым Айым, дедім сабырмен. Бұл менің қайтадан өмірге келгендегі қойған атым. Мен ұзақ жылдар бойы үнсіздіктің ішіне қамалып өмір сүрдім. Ішімде шырқыраған даусым болғанмен, сыртқа шығуға қорыққанмын. Әлем мені естімеді. Естуге тырысқан да жоқ. Бірақ бір күн, бір таң бәрін өзгертті. Бұл кездейсоқтық емес еді. Бұл жаратқан иенің менің дұғаларыма берген жауабы еді. Сол күні Жанар апай менің өміріме кіріп келді. Ол есікті жай ашты, бірақ жүрегімді кеңінен ашуға себеп болды. Ол мені асықтырмады, сұраққа көнбеді, тек тыңдай білді. Мен алғаш рет өзімнің ішкі тіліммен сөйледім, ол менің әр сөзімді жүрегімен қабылдады. Сол сәттен бастап мен өзгердім. Жоқ, мен қайтадан дүниеге келдім. Жанар апай менің өміріме Алладан түскен мейірім еді. Егер жаратушы бір адамдарды себеппен жібереді десе, менің себепшім сол кісі болды. Ол маған сөз сыйлады. Сол сөз менің еркіндігімнің кілті болды. Мен оны ешқашан ұмытпаймын. Жанар апай менің жарығымды таныған адам. Ол менің өмірімдегі ең шынайы батыр. Қазір мен психологпын. Мен күнде кішкентай айымдарға кезігем. Олар да сөйлемейді. Бірақ мен олардың ішіндегі үміт даусын көрем. Себебі мен өзімді таныдым. Мен өз жолымды таптым. Мен өз өмірімнің иесімін. Кейде түнде жалғыз қалғанда, мен жаратқанға алғыс айтып жатам. Сен мені жалғыз қалдырмадың. Сен маған адам арқылы қолыңды создың. Сен маған Жанар апайды бердің. Бүгін осы залда мен бір-ақ шындықпен бөліскім келеді. Сен үнсіздік емессің. Сен дауыссың. Және сенің даусың жаратқанның саған берген жарығы. Ол жарық ешқашан сөнбейді. Егер жолың қараңғы болса да, ішіндегі шырақ жетеді. Сен өзіне жетерсің. Және өзгелерге де жарық боларсың. Сахна жарығы сөнсе де, жүректегі алау сөнбейді.